Ассалаумағалейкум. Қазақта ниет қалыс деген тіркес бар. Бұл қандай мағына білдіреді? Қалыс деген сөз арабтың холис, яғни таза, кіршіксіз деген сөзінен шыққан. Алла тағала Құранда шын мәнінде сендер үшін малдарда ғибрат бар. Сендерге малдың қарнындағы қаны мен жынның арасынан шыққан сүйкімді тап-таза халисан сүт ішкіземіз деген Нахл сүресінің 66 аятында. Яғни Құранда халисан деген сөздің мағынасы сүттің тазалығын айтса, қазақта ниет қалыс деп кісіге деген көңілдерінің кіршіксіз тазалығын айтып тұр. Ықылас сөзінің де ешқандай бөтен ниет араласпаған тап-таза осы сөзден бастау алатындығын білеміз. Ниет дегенде өте нәзік нәрсе болғандықтан, оның айнып бұрылып кетпеуіне кезінде ата-әжелеріміз көп мән беріп көңіл бөледі екен. Оны дарынды жас қаламгерлеріміздің бірі Ұларбек Нұрғалымұлының нәбір қысқа әңгімесінен байқауымызға болады. Оның жас күнінде үйіне бір топ қонақтар келіп қалады. Олардың бір ересектеуі Ұларбектің анасына келіп, біз асығыстау едік. Аттың белін суытқалығына түстік. Шайыңды тездетіп жіберсең дейді. Анасы елпеңдеп дереу шәугімге су құя бастайды. Ұларбек таңданып, даладағы ошақта қара қазан толы су бұрқ-сарқ қайнап жатқан жоқ па еді, содан құя берсеңіз не қылады дейді анасына. Ол естімеген соң тағы да қайталап айтады. Осы кезде анасы жанына жақындап келіп, қонақтарға естіртпей, ол кір жуам деп қайнатқан су еді дейді. Баласы бұл сөздің мағынасын түсінбеген күйі үндемей қала береді. Қонақтар аттанып кеткеннен соң анасы ыдыс-аяқ жуа жүріп, бір нәрсеге ниет етіп қойған кезде-ақ сен сол тірліктің үстіндегісің. Кір жууға қойылған суды шайға пайдалануға болмайды балам. Ол кір жуатын ыдысқа құймай-ақ кірдің суы болып кеткен дейді. Ұларбек осы әңгіменің жалғасында тағы бір мысал келтіріп, әкесінің оқиғасын еске алады. Ол кісіден бір досы кеп қоңыр құнанын сұрап келгенде, оны бір жиенге берем деп ниет етіп, іштей атап қойған едім деп, болмаса атқа айырбастаңыз деп қолқалайды. Сонда әкесі оған, әлі айтпаған болсам да, соған атап қойдым. Енді ол соның малы, тіпті болмаса сол жиеннің өзінен сұраңдар деп. Бұрынғылар бекінген ниетінің бұзылмауына осындай деңгейде аса сақтықпен қараған екен. Демек, нендей ниет етсеңіз, соған бекем болыңыз. Біздің адами қасиетіміз бен берекетіміз осындай халисан тазалығымызда жатқан жоқ. Міне осындай ғибрат әңгімелерді, ниеттің туралығын, тазалығын, ниетке деген бекемдікті бұрынғы ата-әжелеріміз қалай сақтаған, соны кейінгі ұрпақ естісін десеңіз, ол біздің соларға жеткізуіміз аманатымыз. Сіз де осы аманаттан құралақан болмай, осы бейне таспаны жолдап қойыңыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, нендей ниет етсек соған бекем болайық.